Сәлеметсіздер балалар. Бүгін біз есеп шығарайық. Қандай тақырып дейтін болса, ол бізде ерітінді және ерігіштік туралы. Біз алдында өткен тақырып ерітінді. Одан кейін келесі бізде ерігіштік. Осы тақырыптарға біз есеп шығаратын болдық. Енді қарайық, енді бұл тақырыпқа біз не үшін есеп шығаратын дейтін болсақ, ерітінді, ерігіштік, не үшін біз керек дейтін болсақ, алдарымызда міне тұр натрий хлориді ерітіндісі. Ол бізде физраствор натрий хлор білеміз. Бұны система алу үшін емханада қолданады екен. Енді натрий хлор ерітіндісі ол бізде 0,9% дейді. 0,9% екен да. Бұл 0,9% ерітінді алу үшін, бұл бізде жалпы көлемі 400 мл екен да, бірақ негізінде болғанымен де, бұл жаңағы натрий хлорид ерітіндісінің осынша пайыз ерітіндісін дайындау үшін бізге бәрібір не керек екен? Ерігіштік дейді. Натрий хлор 9 грамм 1 литрда деп тұр, онда бізде ерігіштігі бізге көрсетілген. Бұл бізде мына жерде 9 грамм бөлінген 1 литр. Біз бірақ үйренгенбіз, мысал үшін 180 грамм дроп 100 грамм суда ере алады деген секілді. Мына бізде енді 1 литрда 9 граммы бізде мына жерде бар екен. Сол үшін бұл бізде ерігіштік тақырыбында не үшін есеп шығаратынымыз дейтін болса, онда бізге осындай дәрі-дәрмек жасаған кезде, мысал үшін мына 400 мл бізге қазір ерітінді алу үшін осының қаншасы су және қаншасы еріген зат, соны табу керекпіз. Бізге су үшін берілген. Егер бұны біз есептей алмайтын болсақ, онда біз ерітінді дәрі-дәрмекті дайындауға қиындық туындаушы еді. Ерігіштік бізге тақырыбы жалпы ерітінді. Осы секілді ерітіндінің құрамында ерітінді дайындау үшін қанша су керек, қанша тұз керек, соны қосқан кезде қандай бізде ерітінді пайда болады деген бізге су үшін керек екен. Жақсы, енді қазір есебімізге көшейік. Бізге мына ерітінді берілді. Есеп 0 градус температурада дейді. 1150 грамм қанық ерітіндідегі тұздың массасын есептеңіз. 0 градустағы ерігіштігі 15 грамм дроп 100 грамм су. 100 грамм суда бізде тек қана 15 грамм зат ере алады екен. Сол ерігіштік осы кестені пайдалана отырып бізге есеп шығару керек. 100 грамм суда қанық ерітінді деп тұр, мына тұздың тек қана 15 грамм ере алады екен. 15 грамм 100 грамм суда ере алады. Бұл бізде енді кестеге қарап табылатын мәліметте, біз оны қарастырмаймыз. Жазақ есебін берілгені бойынша 0 градус температурада 1150 грамм қанық ерітіндіде тұздың массасын есепте. Негізі біз жалпы ерігіштікті 0 градус деп белгілей аламыз. S 0 градус қандай тұз екенін айтпапты, жасаламыз сызықша. Ерігіштігі не тұр, 15 грамм дроп 100 грамм. 100 грамм суда бізде мына жерде 0 градуста 15 грамм мына тұрған әйтеуір бір тұзымыз ере алады екен. Бірақ бізге берілген жалпы ерітінді масса ерітінді өз қысқап жазамыз. 1150 грамм. Қанық ерітінді бізде ерітіндінің үш түрі бар, қанықпаған, қаныққан және аса қаныққан. Бұл соның ішіндегі қайсы екен? Қаныққан ерітінді. Сұрақ. Осы 1150 грамм қанық ерітіндідегі тұздың массасын есептеледі. Табу керек масса тұз. Сұрақ, не болмаса біз оны масса еріген зат деп айта береміз. Бізде масса ерітінді бар. Бұған бізде тұз сұрап тұрса, біз және еще масса су. Оны таба салайық. Сұрап тұрған жоқ, бірақ біз оны таба салайық. Енді бізде формула бар. Масса ерітінді дегеніміз, ол масса еріген зат пен масса судың қосындысы. Бұл бізде оқулықтағы негізгі формуламыз осы. Осыған қарап, мән беріп, осыған шығарамыз. Осыған қараймыз негізгі. Одан кейін ерігіштікке қараймыз. Осы екеуіне қарап біз есеп шығарамыз. Бізге не берілген? Тұздың ерігіштігі және ерітіндінің 1150 грамм екен. 1150 грамм ерітіндінің ішінде қанша еріген зат, қанша су бар, соны тап дейді. Мынау қанша, мынау қанша.
екеуін қоссақ бізде масса ерітінді пайда болады, иә. Яғни мына масса еріген зат пен масса судың екеуінің қосындысы бізде 1150 қаз болу керек. Енді қалай шығарамыз? Егер бізге мына масса ерітіндінің берілетін болса, онда біздің ерігіштік арқылы мына тұздың өзінің жаңағы ерітіндінің массын таба аламыз. Масса ерітінді дегеніміз масса зат қосылған масса су ғой. Мына өзінің ол бізде масса затымыз 15 грамм, суымыз біздің мына жерде 100 грамм. Тең болады бізде 150 грамм мына тұздың несі екен, және тұздың өзінің ерітіндісі. Яғни бізде жалпы 150 грамның 15 грамм не болады екен? Еріген зат. Бізден сұрайды, 1150 грамның ішінде, ерітіндінің ішінде қанша тұз бар дейді. Онда қараңыз пропорция. Ендеше бізде мына 15 грамм еріген зат 150 грамм ерітіндіде бар. Оны қайда таптым? Мына ерігіштік арқылы. Еріген затымыз біздің 15, суымыз 100, су мен затты қосқан кезде біз 150 грамм ерітінді пайда болады. Сол үшін 15 грамм бізде мына 150 грамм ерітіндінің ішінде бар. Бізде 1150 грамның ішінде қанша бар? Онда ерітіндінің астына ерітіндінің массасын жазам. Грамм ерітінді. Ерітінді жаздым ба? Астына ерітінді жаздым. Еріген зат ол бізде білмейміз x сон тап. Мынау x сон сұрап тұр. Яғни әр нәрсені өзінің астына жазамыз. X тең болады. 15 граммды көбейтемін 1150-ге, бөлемін 150-ге. Қысқаратын бар, 15 пен 50 қысқарады, оңға қысқарады, 0 мен 10 қысқарады, бізде 115 грамм таптық еріген зат. Яғни мына 1150 грамның 115 грамм екені бізде еріген зат. Таптық. Енді масса су табайық. Масса су табу үшін мынаны қолданамыз. Масса су табу үшін ерітіндіден еріген затты алып тастаймыз. Масса ерітінді алынған масса еріген зат. Ерітінді бізде 1150 алынған 115 еріген затымыз. Тең болады. Мына жерде бізде 1150 алынған 115, 1035. 1035 грамм не болды бізде? Су. Өстіп есептің бағанаға берілген бойынша масса еріген зат таптық және масса су таптық. Қазір қайтадан мына екеуін қосатын болсақ, бізде мына 1150 грамм қайтадан шығады. Осындай бізде есеп. Сондай особа қиындығы жоқ. Бар жоқ осы нөл тұрған формуланы біліп алып, ары бері түрлендіре береміз. Осындай есеп. Қарап тұрсақ, енді бұл жерде табу керек кезде екі формуласы бар, екі нәрсені тап дейді. Не болмаса масса еріген зат пен масса су тап дейді. Не болмаса судың массасын беріп қояды да, керісінше масса зат пен масса ерітінді тап деп беруі мүмкін. Өстіп есепті түрлендіріп шығара береміз. Барлығы түсінікті деп ойлаймын.